Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен осында ерекше дәмді қыздарыма клубника шоколаде жасайын деп жатырмын. Енді бізде клубникаларымыз өте үлкен емес. Видеодан кейбір қарап жатқанда осы видеолар клубникалар өте үлкен, әдем болып жатады ғой. Енді менде арасында шағын да бар, ірісі да бар. Сондықтан мен енді осындай зубочистканы алып отырмын. Ол үшін бізге оңай болу үшін осылай қадап алып, жаңа жуып тазалап алдық. Енді осылай ерекше түрмен сіздермен де бөлісемін. Бірнеше видеоларды қарадым. Ылғи біз жасаймыз деп жүреміз. Шоколадына келсек клубникасын жеп қоямыз, клубникасына келсек шоколадын жеп қоямыз. Сонымен бір реті келмей жүрген, енді бүгін міне реті сәті түсіп тұр екен. Сол міне осылай қадап алдық. Қазір шоколадымызды еріткеннен кейін осыны салып, ары қарай мынау кешью мен миндальды алып алдық. Енді осыны ұсақтап турап, жаңа шоколадымыздың бетіне қойып, әдемілеп, сәндеп жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыз, қалай шығатынын көріңіздер. Енді бірінші рет жасайын деп тұрмын, көремін енді қалай болатынын. Енді ыңғайлы болсын деп, осылай зубочистканы алып, осылай жасайын деп шештім. Міне осылай барлығын қазір осылай қадап шығамыз. Оңай әрі тез жасалады ғой дедім, өйткені қолымызға ұстағанда сыдырылып кетпеу үшін міне осылай жасаған жөн шығар деп отырмын. Енді түсінікті деп ойлаймын. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін сіздерге. Егер де дәл осылай жасап жүрген қыздар болатын болса, зубочисткамен жасасаңыздар ыңғайлы болады деп ойлаймын. Міне шоколадты осылай мала саламыз, сосын қойып холодильнигімізге салып қатыратын боламыз. Міне әзірше осылай жасап жатырмын. Уақытты созбай барлығын жасап болғаннан кейін бірақ көрсетейін міне. Достар, міне біз ыстық суға осылай шоколадымызды салып алдық. Енді еріп тұр екен, ішін қандай болып жатқанын көреміз енді. Қазір осылай малып алдық. Шетін қазір кесіп жіберейік. Енді бұндайда қайшыда табылмайды, жай пышақпен кесіп салайық енді. Қандай болып жатыр екен іші. Енді мына ыдысымызға салфанымызды салып алдық. Енді осылай шоколадымызды әдемі болып еріпті ғой. Шоколадымызды салып аламыз. Қараңыздар, күшті болып тұр. Қою әдемі болып еріпті. Ыстық тарсылдап тұрған суды құйып осылай сыртымен бірге ерітіп алдық. Міне достар, бізде осылай шоколадымыз әдемі болып ерген екен. Міне осылай болып тұр. Енді қазір клубникаларымызды салып жасайтын боламыз. Енді жете ме жетпей ме білмеймін, біреу қалған болатын, көреміз енді қалай болар екен. Ал енді біреуін алайық, қалай болар екен. Бірінші істеп жатырмыз, не болар екен. Ютубқа саламыз деп қоямыз өзімізше. Көрек ал енді не болатын. Ойбай, өте қойы болып тұр екен, жарайды енді. Ал екіншісін көрейік. Таяқшасында балынып жатыр екен, жарайды енді көрек ал қалай болар екен. Осылай болып тұр ғой. Енді үшіншісін тағы біреуін көрсетейін. Қалай болар екен. Осылай ақырын адам алып. Енді өз қыздарым да қасымда тұрып күліп жатыр, мама не қылып жатсың деп. Маман осындай фантазиясы мықты деп жатыр менде. Не қараңыздар, не осылай болып тұр, енді көреміз қазір. Жегенде тәтті болады, жасап көріңіздер. Сіздеріңіз көріп тұрғандай, біз енді шоколадқа осылай жартылай болса да батырып алдық. Осындай болып тұр, міне. Енді қазір бетіне турап, ұсақтап салатын боламыз. Қалай болар екен көреміз. Міне достар, клубникамызды осылай шоколадқа малып алдық. Енді қазір осылай ұсақтап, турап осылардың барлығын бетіне жартылай себетін боламыз. Қалай болар екен бірге көреміз. Видеоның соңына дейін қараңыз. Достар, міне осылай теңдей қылтып, ұсақтап, турап алдым. Енді қазір осылай себетін болам, қараңыздар. Міне осындай
алып алдық. Енді жарты бөлігіне осылай сеуіп шығамыз шоколадын. Қазір енді мұздатқышқа салып қоямыз. 15 минутқа қалай болар екен көреміз. Міне осылай әдемілеп әшекейлеп алдық. Енді мына бөлігіне осылай жартысын басқаша қылып себетін боламыз. Қалай болар екен деп көрермендерім де осылай басқаша түрін жасап көрсін деп түсіріп жатырмын видеоны. Ұнаса лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Енді сіздер де неше түрлісін жасаған шығарсыздар деп ойлаймын. Қазір енді дамыған заман ғой, барлығын ютубтан қарап неше түрлі қылып жасай беруге болады. Міне достар, осылай жасап шықтым. Енді мұздатқышқа салып 15-20 минуттың көлемінде сосын дәмін бірге көретін боламыз. Достар, міне біздің клубника шоколаде дайын болды. Бетіне қалай әшекейлегенімізді жаңа көрдіңіздер. Әдемілеп тұрып дайындадық. Енді міне мұздатқышқа салып, осындай әдемі күйінде сіздерге ұсынып отырмыз. Қазір дәмін бірге көрейік, енді қалай болды екен. Ал біреуін алып алайық, қалай болды екен. Ой, бәрі қатып тұр ғой мыналардың. Ал көрейік, ал бісміллә, ой шоколад алып қалып отырмын. Ал достар, міне осындай болып тұр екен. Ал көрейік енді қалай болды екен дәмін. Қой күшті. Керемет достар. Достар, дәмін көрдім, өте керемет екен, қараңыздар. Міне жарты бөлігі шоколадқа малынса да өте дәмді, керемет. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Осында ерекше түрімен мен бөлістім. Жасаған жандар болатын болса, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде қолдап кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.